Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен кешкі ас дайындаймыз. Барлықтарымыз сүйіп жейтін пеште пісірілген тауықтың аяғы. Ең бірінші бізде маринадтау үшін керек заттар: паприка, тұз, сарымсақ, соя тұздығы және молынан сұйық май қажет болады. Мен түйіршіктелген қышаны қостым. Сіздерде ол жоқ болса, сіздер оның орнына бір ас қасық майонез қосып жіберсеңіздер болады. Бұл яғни горчица зернистая деп аталады. Оның орнына сіздер майонез қосыңыздар. Бәрін араластырып, жақсылап бетін жауып холодильникке жарты сағатқа қойып қоясыздар. Ол маринадталып жатқан кезде біз гарнир жасайтын боламыз. Менде қарақұмық және күріш болды. Сіздер өздеріңізге ұнаған гарнир пісірсеңіздер болады. 180-200 градуста ысып тұрған пешімізге тауықтың аяқтарын дайын болғанша пісіріп аламыз. Мен қасына салат жасадым, жеңіл. Орам жапырақты майдалап ұзын шалғып тураймыз. Тұз сеуіп араластырғаннан үстіне қияр және қызанақты турап салып араластырамыз. Осылай тамақтың қасына салып бердім. Ас болсын.